Сәлем достар, берекелі каналына қош келіпсіздер. Бүгін мен сіздерге осындай өзімнің бақшамнан шыққан алма мен қараладан жасалған дәмді қысқа арнап жабылатын компоттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Алдымен банкаларымызды жақсылап жуып стерилдеп аламыз. Жемістерімізді жуып аламыз. Менде қарала екі түрлі, бірі қара түсті, екіншісі жасыл түсті, бірақ өте дәмді. Екеуін араластырып, жақсылап салып аламыз. Жемістерді банкаларға салып қойғаннан соң, қайнап тұрған суды біз үстіне құямыз. Және де оны жарты сағатқа немесе 1 сағатқа қойып қоямыз, бетін жауып. Сол кезде жемістердің жұмсарып, және де оның иісі, түсі, керемет дәмі суға бөліне бастайды. Міне құйып қойдық. Жарты сағат өтті. Қаралының түсі әдемі болып бөлініп жатыр. Енді біз жарты сағат немесе 1 сағат қойғаннан соң осы суды төкпейміз, қайтадан кастрюльге құйып қайнатамыз. Және де әр банкаға осылай қантымызды саламыз. Егер де банка 1 литрлік болса 100 грамм, 2 литрлік болса 200 грамм қантты салып, жаңа қайнап жатқан соғымызды үстіне құйып, жақсылап бұрап қоямыз. 1 күнге төңкеріп, жылы орап қоямыз. Міне біздің компотымыз дайын. Сіз де жасап көріңіз. Видеом ұнаса тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.